Барлықтарыңызға сәлем достар. Медовик тортының ең сәтті шығатын коржигінің рецебімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан сәтті шығатын коржиктің рецебінің түрі. Жасап көріңіздер. Медовиктің коржигіне кірісеміз. Ол үшін жұмыртқаға қант және таза табиғи балды қосып, жақсылап араластырамыз. Миксермен араластырсаңыздар да болады. Өзім венчикпен араластырып шықтым. Келесі ұнға қосқышты қосып араластырып аламыз да, жұмыртқалы массамызға шетінен салып отырып венчикпен араластырамыз. Мінекей бізде осындай біркелкі қоймалжың масса шығады, өте қою болмайды. Дәл өлшеммен салсаңыздар жақсы шығады. Енді пергамент қағазын төсеп, үстіне құйып шығамыз. Егерде пергамент қағаздарын жабысатын болса, майласаңыздар болады. Менде Пакланның пергаменті, сондықтан бұл жабыспайды. Бірден құя берсеңіздер болады үстіне. Барынша жұқа етіп жаямыз. Енді 180 градуста пешімізге 8-10 минуттың аралығында пісіріп аламыз. Қатты күйіп кетпеу керек. Коржик суығаннан кейін осылай пергамент қағазын ақырындап алып аламыз. Енді коржикті ортасынан бір бөліп, және де бірінің үстіне бірін қойып, тағы да бір рет бөлеміз. Сөйтіп 1/4 бөлік шығады. Байқасаңыздар, коржик сондай жұмсақ шыққан, өте жақсы шығатын рецептің түрі. Дәл осы рецепті 2-3 есе көбейтсеңіздер, үлкен медовикті пісіріп шыға аласыздар. Алайда әрбір коржикті жеке-жеке пісіріп алатын боласыздар. Медовикке ең оңай жасалатын крем түрі 20% қаймақ пен оған сахарный пудра қосып араластырасыздар. Немесе өз қалауларыңызға сай түрлі кремнің рецебімен жасап көрсеңіздер де болады. Осы видеода қайнатпалы крем арқылы жинап шықтым. Описание бөлімінде крем түрлерін белгілеп кететін боламын. Сол жерде креммен жасасаңыздар өте дәмді шығады. Әрбір коржикке 2-3 ас қасықтан салып отырдық. Енді осы креммен сыртын түгелдей қаптап шығамыз. Торттың бетін әрлеу үшін южный печеньесін алып, осылай үгітіп шықтым. Сіздер блендерге салып үгітсеңіздер де болады. Аз болғандықтан мен осылай оқтаудың көмегімен үгітіп алдым. Енді үгітілген печеньемізбен тортымызды қаптап шығамыз. Өз қалауларыңызға сай бетін әртүрлі жеміс-жидекпен әрлесеңіздер болады. Бетіне де осы печеньеден сүйіп шықтық. Біздің тортымыз дайын. Енді холодильникке 1 сағатқа салып қоямыз. Холодильниктен шыққаннан кейін бірден кесіп көрсеңіздер болады. Өте дәмді әрі кремі сіңген, өте жұмсақ торт болып шығады. Дәл осы рецептімен үлкен медовик тортын жасасаңыздар да болады. Ол үшін көрсетілген мөлшердегі заттарды 2-3 есе көбейтесіздер. Және де әрбір коржикті жеке-жеке пісіріп аласыздар. Мінекей біздің ауызда еритін өте дәмді балды тортымыз дайын болды. Медовикті осы рецептімен жасап көрсеңіздер, комментарий бөліміне жазып кетіңіздер. Өте дәмді шығатынына сөзсіз. Сіздерге жасап көруге кеңес беремін. Міндетті түрде осы рецептімен жасаңыздар. Сіздермен болған Альмира ас болсын. Алда талай қызықты рецептілермен бөлісетін боламын. Каналымызға тіркеліп, лайк басып, қолдау көрсетуді ұмытпаңыздар.